Қазақстандағы ұстаздар құқық қорғау үшін аянбай күресіп жатыр. Өйткені өз басындағы жағдайды елдегі бүкіл мұғалімдерге ортақ мұң деп түсінеді. Білім беру жүйесіндегі жүйесіздікке наразымын деген Айман Сағидоллаеваның бір айдан бері сот залына келіп сенделуіне не себеп болды? Тілшіміз анықтап көрді. Елімізде жұмыс уақытын балаға сапалы білім беруге жұмсауы тиіс ұстаздарды сенбілікке, қоғамдық жұмыстарға жұмылдыруға табанды қарсылық көрсеткен Айман Сағидоллаева өз құқын соңына дейін қорғауға бел буған. Мұғалімге биыл 19 мамыр күні ақсақалдар алқасы келіп жиын өткізіп, қоғамдық ұйымның ісіне сүйенген мектеп директоры Айманға педагогикалық тәртіпті бұздың деп ескерту жасап, артынша сөгіс береді. Мектеп директоры Нүсіпбекова ханым айтып отыр, мектеп құрылтайшысы Қарасай ауданының әкімінің аппараты, сондықтан ақсақалдар алқасы құзыреті бар деп. Жоқ, ол мектеп әкімшілігі менен ақсақалдар алқасының мүлдем қатысы жоқ. Ақсақалдар алқасы қоғамдық ұйым, мектепке келіп, мұғалімнің тағдырын шешуге ол қақысы жоқ. Сөйткен Айман директордың өзін сотқа береді. Оның айтуынша басшының көздегені оны жұмыстан шығару. Сот барысында куәгер ретінде сөз алған Райымбек ауылдық округі ақсақалдар алқасының төрағасы 19 мамырда болған жиналыста ресми хаттамада толтырылмағанын айтып қалды. Бірақ ақсақал өзге ауылдың мектебінде жиын өткізуге түрткі болған хат кімнен келгенін білмейтін болып шықты. Тәртіпсіздік қойды. Бізді тыңдамады. 3 рет, 4 рет, 5 рет шыға берді. Біреулерге звондай берді. Біз отырмыз. Біз жай келгенде тыңдайық деп келдік қой. Сонымен біз протокол жазған да жоқ. Қазақ тілі пәні мұғалімінің заңды өкілдері куәгерді де аудандық білім беру бөлімінің өкілінде сұрақтың астына алды. Үшінші тұлға ретінде сотқа қатысқан әдіскердің жауап бергеннен мүдіргені көп болды. Ал мектеп директоры Бекжан Нүсіпбекова Айман Сағидоллаева ақсақалдар мен лауазымды тұлғалардың абыройын аяқ асты етіп, тәртіпсіздік көрсетті дегеннен таймады. Менің басшы ретінде, жұмысшы беру ретінде жүйелі түрде талапкер тарапынан, Сағидоллаева тарапынан мені басшы ретінде ар намысын тапталды. Билікте тұрған тұлғаларын намыстап тапталды. Осыдан бір жыл бұрын мұғалімдер 2 апта бойы қара жұмыс істеді деп Қарасай аудандық әкімдігін айыптап, педагог білім беруге қатысы жоқ жұмыстарға араласпауы тиіс деген білім беру туралы заңның 51 бабына арқа сүйеген мұғалім сол кездегі министр Сәрінжіповтің атына хат жолдаған еді. Қазір мәселені шешуі тиіс ол министр орнынан кетіп, мұңын арқалаған мұғалім әлі әділдік іздеп жүр. Манас Қайыртайұлы, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.